Құрметті жас өрен, менің туған өлкем Ақжайық. Қазаққа Исатай мен Махамбетті, Құрманғазы мен Динаны, Мәншүк пен Әлияны, Роза Жаманова мен Қадиша Бөкееваны, атақты суретші Сәкен Ғұмарды, ақындарымыз Жұбан, Қадыр, Тайыр, Сағынғали, Аққұштап Бақтыгерееваны сыйлаған қасиетті өлке. Қазақ поэзиясын әлемдік деңгейге көтерген кешегі кеңістік идеологияның жалын атып тұрған кезінде мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген. Жөргегімде таныстым мың тілімен, жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген, деп тұтас бір ұлттың атынан әнұранға пара-пар поэма жазған. Ең алдымен ақындығымен, азаматтығымен, қайсарлығымен талайды тәнті еткен. Көзінің тірісінде қазақ өлеңінің жыр дариясы атанған Жұбан Молдағалиев Қазақстанның кең байтақ даласынан алақандай ғана орын Аруда асау Ақжайықтың жағасында орналасқан Жыландыда қазан айының 5-ші жұлдызында дүниеге келген. Бүгінгі әдеби саяхатымыз Жұбан Молдағалиев атындағы облыстық кітапханадан бастау алмақ. Мен жігітпін, айқасқа сынға сықпын, жүрегі бар кеудемде шыңға шықтың. Жанар таудай жойқынмын жұлқынғанда, шарық тасам қыран боп шыңға шықтым, деп жырлаған Жұбан Молдағалиев өжеттілік пен өрліктің болмысы, қажыр мен қайраттың бейнесі. Жұбан мұрасы келешекте де жұртшылық кәдесіне аса беретін аса құнды мұра. Ол жылдар ұзған сайын бүкіл бүтін болмысымен, мәнімен де, нәрімен де жарқырай түсетін асыл қазына. Жұбан Жайықтың ғана ақыны емес, қазақтың жұбаны. Мен Жұбан ақындай ірі тұлғаны, дүниеге келген киелі топырақтың қызы болғанымды мақтан етемін.